Армысыздар, аса қадірменді көрермен қауым, Қазспорт арнасында эксклюзивті сұхбат. Қазақстан барысы 2022 жеңімпазы қызылордалық Мақсат Исағабылов. Мақсат, алтын уақытыңызды бөліп, біздің сұхбатымызға келіскеніңізге сізге барша көрермен атынан және жанкүйерлеріңіз атынан алғысымызды білдіреміз. Шаршаған жоқсыз ба? Енді шынын айтқанда шаршамадым десем өтірік айтқандай болам. Енді қанша шаршасам да мінекей жеңіске жетіп қолымды көтерген сәтте барлық шаршаған, барлық өткен қиында жаттығуларды барлығы ұмытылып, мінекей қуанышта шек жоқ. Қай белдесу қиын болды? Барлық белдесуім қиын болды. Өйткені бұл жердегі 36 ақтық айқасқа шыққан палуандар, әр облыстан 2 іріктеліп шыққан әр палуандар осы Қазақстан барысы болам деген ниетпен келген, және де Қазақстан барысы болуға лайық палуандар барлығы да. Мінекей бүгін менің бағым мен бабым қатар келіп, мінекей мен жеңіске жетіп тұрмын. Аллаға шүкір. Барыс болуды арманда қалғанша жыл болды? Енді осы Қазақстан барысы жобасы басталғаннан бері осы қалайда мен Қазақстан барысы болсам екен деген ішкі ниет, арман болды. Және де осы арманыма жету үшін аянбай еңбек еттім. Бұл тек қана 5 минуттық қана белдесу ғана емес, теледидардың артынан көрген. Бұл қаншама жылғы еңбек деп айтсам болады. Мінекей еңбек ақталды деп ойлаймын. Мінекей қаншама жылғы арманыма жеттім, Аллаға шүкір. Әлі де бұл тек бастамасы деп қана айта аламын. Келесі жылғы Қазақстан барыстарында да жеңімпаз атанам деген ниеттемін. Бейбіт секілді 3 мәрте жеңіске жетем деген ойдасың. Енді 3 мәрте деп енді алдымды болжап айтқым келмейді. Енді бұйыртса алдағы барыстарда да жеңіске жетем деген ниеттемін. Қымбатты қызылордалықтар, бұған дейін сыр елінен Ұлан Нұрысқұл, Еламан Ерғалиев, міне бұл жолы сіздердің Мақсат Исағабыловтарыңыз ол енді сыр елінің төл тумасы деп айтуға болады. Алғаш қазақ күресінің әліппесін үйренген сәттен бастап еске ала кетсек, бапкеріңіз Болат Кенеев сізді, Нұрым екеуіңізді қатар баптады, боз кілемдегі белдесулер тәсілдерін үйретті. Сол сәтті еске алайықшы, күреске деген қызығушылық неден басталды өзі? Менің туған ағам бар. Сол туған ағам сол мектепте оқып жүріп күреске барып жүретін. Сол ағама еліктедім. Сосын еліктегеннен кейін мен әкеме айттым. Сондай менің күрескім келеді, күреске қатысқым келеді. Алла қаласа қазақ елінің туын көкке көтергім келеді. Сіздердің мақтаныштарыңыз, сіздердің ғана емес, елдің мақтанышы болғым келеді деп сондай ниетімді білдіргеннен кейін әкем менің жаттықтырушым Кенеев Болатбек Жақсылық ұлына апарып табыстап, сол жаттықтырушы екеумізге көптеген үміт артып, әкем де, анам, отбасым сондай үміт артты. Мінекей солай спорт жолы солай басталды. Енді спорт жолы бірде жеңіспен, бірде жеңілістен тұрады. Сол сәттерде күрестен қол үзіп, спортпен қоштасу кездеріңіз болды ма? Жоқ, ондай ешқандай ниетте болған жоқ, ондай ауыздан сөзде шыққан жоқ. Қалайда осы алдыға қойған мақсатыма жетсем екен деген ой болды, мақсат болды алдыма қойған. Жаңа сол Қазақстан барысында жол болмай жүрді. Сіз үшін қай белдесу өте өкінішті еді, қай белдесуде ұтайын деп тұрған жерде ұтылып қалған кезіңіз болып еді? Қай барыста, қай жылғы барыста? Енді мен 2017 жылдан бері осы Қазақстан барысында жобасына қатысып келе жатырмын. Енді сол 2017 жылдан бері ширек финалдарда бір жылы Шынкеев Ержан ағамызға жол бердім. Жаңағы одан кейінгі жылы Әбдіразақ Руслан ағамызға жол беріп, мінекей есе жіберген болатын, қателіктерді жіберіп. Енді сондай мықты ағаларымыздан Айбек Нұғымаров, Бейбіт Ыстыбаев, осы Қазақстан барысының бірнеше дүркін жеңімпаздары сол ағаларымыздан
оқу жаттығу жиындарында болсын, былай кездескен кезде болсын, барынша осы қалай ұтуға болады деген сияқты тәжірибелерді жіберген, ақыл кеңестерін тыңдап, мінекей солай. Жаңа ақыл кеңестің ағаларыңның қайсысын, қай әдісін бойыңа сіңірдің, қай әдісін ары қарай жетілдіріп әкеттің? Енді әр палуанның өз әдісі болады. Мен оң жамбасқа келетін. Иә, мен өзім солақаймын. Сол өзімнің жаттықтырушым бастап күреске барып, осы ең бірінші спортқа күреске барған сәтте, жаңағы Болат Кенеп жаттықтырушым қойған әдістер, сол әдістерді осы күнге дейін шыңдап, мінекей осы Қазақстан барысы, жаңағы осы бүгінгі жарыста сол әдістердің жемісін көрдік десем болады. Қай кезде өз-өзіңе сенімділік пайда болды? Мен осы Қазақстан барысына шығар сәтте менің анам айтқан болатын, балам, мен түсімде екі ауызды мылтық көрдім. Мылтықты жайдан жай түске берілмейді. Сен Алла қаласа бұйыртса, сен жеңіске жетесің деп, сондай әке-шешемнің батасын алып, елдің батасын алып, солай келгеннен кейін сол үйден шыққан сәтте айтқан болатын, мен сіздерге бәрі жақсы болса алтын тайтұяқпен алтын белбеуді алып келем деген, мінекей бұйыртты, қуаныштымын. Бәсекелестік арасында енді қай белдесуге, қай қарсыласқа финалда күтемін деп ойлап едіңіз басында, жеребе тартылған сәтте? Енді жеребе тартылған сәтте, енді бұл жерге келгеннен кейін соқыр жеребе тартылады. Кіммен түсетінің белгісіз. Сондықтан 36 палуанның да 36-сына да дайын болдым. Кіммен шықсам да мен тек жеңіске жетем деген ниет болды. Сондай ниетпен жеңіске жеттік. Мұхит екеуіңіз боз кілемде нешінші мәрте кездесіп тұрсыздар? Мен осыған дейін 3-4 мәрте белдестік. Бұған дейін мен Мұхит ағамызды жеңбегенмін. Мінекей бүгін бірінші мәрте жеңіске жеттім. Енді Мұхит ағамызда барлық белдескен қарсыластарым барлығы мықты, тәжірибелі, сондай сен тұр мен атайын деген палуандар. Қандай көп шыққан әдіс тәсілдерің көп шықты осы белдесуде? Қандай жасаған әдіс тәсілдер? Сол жамбас әдісі өзімнің көп жасайтын ақтық айқаста да, мінекей Жарылқап Нұрдәулет балуанмен сол жамбас әдісі шықты. Нұрдәулеттің финалдағы салмағы сенен ауыр енді, ол сезіліп тұрды ма? Иә, мен Нұрдәулеттен біршама салмақ аз, салмағым. Әрине ол білінет, күшпен болсын, салмақпен болсын ол білінет. Енді әр палуанның өз әдісі бар, қулығы бар. Енді барынша сол, енді салмақты ешқандай мені ойламай күрестік. Енді артыңнан еріп келе жатқан інілерің, ізбасарларың бар. Соларға да айтар енді, қазақ күресінде қандай да бір әдіс тәсілдерді өзінше жетілдіруге бола ма? Қандай да бір ерекше дайындық жұмыстарын жүргізуге бола ма? Енді осын басқа дзюдо, самбомен салыстырғанда енді. Әрине, бұл қазақ күресінің әдістерінің де өз ерекшеліктері бар. Сол әдістерді енді артымнан келе жатқан барлық жастар болсын, жасөспірім палуандарға айтарым, тек енді аянбай еңбек етіп сол әдістерді барынша көп қайталап, сондай енді тек еңбектеніп төзімділік керек деп ойлаймын. Биыл енді белдесу ережелеріне өзгерістер енді бүк әдісін алып тасталды. Осы қаншалықты сенің күресіңе пайдасын тигізді? Бәлкім бүкті қалдыра беру мүмкін. Күрес жанданды ма? Енді күрес жанданды деп толық айта аламын. Өйткені өздеріңіз көрдіңіздер, өткен жылғы Қазақстан барыстарында бүк әдісі болды. Енді бүк әдісі алынып тастағаннан кейін палуандар ашық белдеседі бір-бірімен.
шабуылға шығып шабуылға қорықпай шыға алады. Жаңағыдай лақтыру әдістері көп болады. Мінекей өздеріңіз көрдіңіздер, жаңағы қызықты белдесу болған белдесуден гөрі бүгінгі мінекей бүксіз өткен белдесулер қызықты болды деп ойлаймын. Төрешілер тарапынан ешқандай ағаттық болған жоқ қой? Жоқ, ешқандай. Бұл Қазақстан барысында болсын, қазақ күресінде енді барлық төрешілер жоғарғы деңгейде, және де төрешілер болсын, жаңағы қазақ күрес ассоциациясы көптеген жұмыстар атқарып жатыр. Төрешілермен де, палуандармен де барлық осы қазақ күресінің дамуы үшін қазақ күресі ассоциациясы көп еңбек етіп жатыр. Жалпы енді былай қарап тұрсақ, жаңағы егерде финалда қоян қолтыққа барған сәтте қалай болатын еді, қалай өрбитін еді? Енді қандай тактикада бір дайындадыңдар ма финалға дейін? Иә, мен өйткені сіздерде аз уақыт болды ғой, 3-ші орын өтпей қалды. Иә, жартылай финалдан кейін ақтық айқас көп демалатын уақыт болған жоқ. Бірден ақтық айқас басталды. Енді жаттықтырушым да, өзім де енді Нұрдәулет белдесуден әлем чемпионы, белбеу күресінен. Сондықтан Нұрдәулет белдесуді өте жақсы меңгерген. Сондықтан жаттықтырушым да шығарда тек белдесуге барма деген сондай өзімде жаңағы настрой деп айтады ғой. Өзімде сондай белдесуге бармай, соған өз-өзімді дайындап, енді қалай болғанда да белдесуге бармай жеңіске жету керек деп ойладым. Лақтырған ауыр болған жоқ па? Енді жоқ, қиын болған жоқ. Ғалымжан екеуіңде де кішкене белдесуде төрешілер араласты, ортаға қарады. Сол сәтте сен ұтылып қалдым деп ойладың ба, жоқ ұтқаныңа сенімді болдың ба? Мен енді бірінші болып әдісті бастап, бірінші болып Ғалымжанның аяғын шалып, Ғалымжанның денесін кілемге тигізгеннен кейін мен өзіме сенімді болдым. Енді төрешілер де қайталап, бейне таспаны қайталап көріп, оң шешімін шығарып, солай ақтық айқасқа шықтым. Бүгінгі атмосфера басқа жылдардан өзгешелік болды ма биыл? Бұлайша айтқанда жаңа Қазақстандағы жаңа Қазақстан барысы ғой. Иә, бұл енді Қазақстан барысы жылдан жылға қызықты болып келе жатыр. Енді бұл Қазақстан барысы жылдағы Қазақстан барыстарынан жақсы болды десем болады. Өйткені өткен жылы бізде енді елімізде карантиндік шаралар болды. Көрерменсіз өткен болатын, өткен Қазақстан барысы. Сол өткен жылы бір іштей бір көрермендерсіз, бір қызықсыз болып, қанша дегенмен енді көрерменнің ыстық ықыласымен белдескенге не жетсін. Сондай өткен жылы көрерменсіз болған болатын. Биыл мінекей барлық көрермендермен, барлық жанкүйерлердің ыстық ықыласымен өте жоғары деңгейде өтті десем болады. Қаншалықты енді сұрамай кетуге болмайды, ол енді бүкіл барша көрермендерді де қызықтырады, өзің секілді спортшыларды да қызықтырады. Енді мынау сыйақы, қомақты сыйақы, осыны қалай жүзеге асырасың, не болмаса осы қомақты сыйақы сені қызықтырды ма белдесуге? Менде ең бірінші қомақты қаржылай сыйлық қызықтырған жоқ деп айта аламын. Өйткені мен сыр өңірінің намысын қорғап келіп, осы жерде осы Қазақстан барысына қаншама жылдар бойы осы келіп сыр өңірінің үмітін ақтай алмай қалған ішкі өкінішті қалайда осы жерде осы алтын белбеумен тай-тұяқталып елге деген абыройды әкелсем деген ниет болды ең бірінші. Енді қомақты қаржы одан кейінгі мәселе деп ойлаймын. Өйткені қаржы ол бірде бар, бірде жоқ нәрсе. Сондықтан қаржылай сыйлық ондай қатты не болған жоқ. Бірінші орында болған жоқ дейсің ғой? Иә, бірінші орында болған жоқ деп айтсам болады.
тек ең бастысы белдік еді. Иә, ең бастысы осы тарихта қалып Қазақстан барысы жеңімпаз атанып осы тай-тұяқты ұстап жеңіс тұғырынан көрінсем деген арман болатын. Мінекей жеттім. Саған көп жағдайда бапкерлердің арасында Нұрымнан басқа кіммен жақсы араласасың? Жаңа Бозкілемде кім саған ақыл кеңестерін қосымша айтып өтті? Кімнің ақыл кеңесін ести алдың? Енді бұл жеңіске жетуіме тек жалғыз өзімнің күшім емес. Бұл жеңісіме барлық сыр өңірінің Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда облысы мәдениет және спорт басқармасының, осы олимпиадалық емес спорт мектебінің, және де осы барша менің жаттықтырушым, барша осы жанкүйерлердің, осы үйдегі әке-шешемнің дұғасының көптеген септігі деп ойлаймын. Барлығына рахмет айтқым келеді. Бұл тек бастамасы, алдыда әлі талай жеңіске жетеміз деген ниеттемін. Сен енді былтыр үздіктердің үздігі турнирында қатыстың, Қазақстан чемпионатында, одан басқа да дзюдо, самбо күресінің барлығынан күресіп жүрсің. Қаншалықты осы саған кедергісін келді, қазіргі пайдасын тигізді ма, жоқ кедергісін келтірді ма? Жоқ, бұл самбо күресі болсын, дзюдо күресі болсын, қазақ күресі болсын, бір-біріне ешқандай ол кедергі әкелген де жоқ. Енді қазір қазақ күресінің Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасындамын. Осы енді ешқандай ол кедергі емес. Және де ол самбо күресі болсын, дзюдо күресі болсын, бір-біріне ұқсас келеді. Енді әр күрестің енді қанша дегенмен өз ерекшеліктері бар ғой. Қазақ күресінің де өз ерекшелігімен жоғары тұрады. Енді негізгі осы Қазақстан барысының ең алғашқы саты, қадамы ол алтын белбеу сыр елінде өткен турнирлардан басталған болатын. Қазіргі таңда міне 5000-ға жуық бүкіл жергілікті жерлердің барлығында іріктеулер өтіп, осындай күнге жетіп отыр. Жалпы сыр елінде қазақ күреске деген қазіргі көзқарас қандай? Жаңа айтып өттім ғой, барша сыр өңіріне алғысымды айтамын деп. Қазақ күресіне сыр өңірінде көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Жоғары деңгейде деп айта аламын қазақ күресінің. Өзімнің жаңағы жаттықтырушым Болат Кенеев жаттықтырушым, осы Қызылорда облысының аға жаттықтырушысы қазақ күресінің. Аянбай еңбек етіп жатыр. Қазақ күресінің деңгейі сыр өңірінде жоғары деп айта аламын. Енді болашақта мақсат Исағабылов келер жылы 2023 жылғы Қазақстан барысына қатыса ма, басқа да алда Қазақстан чемпионаттары бар, мысалы үшін қазақ күресінен? Иә, қазақ күресінен қандай да болсын жарыстардан ешқандай бас тартпаймын. Қазақ күресінен қандай жарыс болсын, Қазақстан чемпионаты бар, алдыда әлем кубоктары бар, жоспарланып отырған, осы Қазақ күрес ассоциациясының жоспарлап отқан көптеген жарыстар бар. Сол жарыстардың барлығына алдағы уақытта сол жарыстарға дайындаламын. Биыл демалмаймын дейсің ғой, былайша айтқанда? Жоқ, демалмаймын. Демалатын уақыт өзі келеді деп ойлаймын. Сен тура жаңа төреш қолын көтергенде қандай көңіл күйде болдың? Не ойладың? Енді ол қуаныш сезімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Енді шынын айтқанда түсім сияқты болып, енді қанша жылғы арман, қанша жылғы ниет, қанша жылғы еңбек, енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте қатты қуанышты сезімде болдым. Енді біздің барша көрерменге айтар бір ауыз пікіріңіз, артынан келе жатқан інілеріңізге қандай ақ тілегіңізді жолдасаңыз, сонымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтасақ. Енді барлық осы қазақ еліне, барлық жанкүйерлеріме, барлық осы жерлестерім, ағаларым, апаларым, осы барша маған жанашыр жандардың барлығына алғысымды айтқым келеді. Енді артымда өсіп келе жатқан көптеген, осы сыр өңірінде өсіп келе жатқан палуандар, інілерім бар. Барлығына тек сәттілік тілеймін. Тек сыр өңірі емес, осы қазақ елінің өсіп келе жатқан барша
жастарына, жасөспірім палуандарға тек сәттілік. Алла қаласа осындай тек қуанышты, жеңісті күндеріміз көп болсын деген келеді. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы, мәңгі болсын деген келеді. Алғысымыз шексіз. Қымбатты көрермендер, сіздер Қазспорт арнасынан Қазақстан барысы 2022 жеңімпазы Мақсат Исағабыловтың эксклюзивті сұхбатын тыңдадыңыздар. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар ағайын. Қазспорт әр шаңырақта қосулы болсын.